Қалыпты жағдайда тұрып, мұрныңызбен терең тыныс алған кезде, егер сіздің кеудеңіз және иығыңыз көтерілетін болса, демек сіз бұрыс тыныстап жүрсіз. Бұрыс тыныстап жүрсіз. Кеудемен тыныс алған кезде сіздің өкпеңізге таза ауа толыққанды бармайды. Соның салдарынан сіздің дауысыңыз әлсіз, әлжуаз болып естіледі. Және көп сөйлеген кезде сіз бірден шаршап, әлсіреп қаласыз. Ал қалыпты жағдайда тұрып, мұрынмен терең тыныс алған кезде сіздің қабырға, қарын бұлшықеттеріңіз қозғалысқа келетін болса, мен сізді құттықтаймын. Демек сіз дұрыс тыныстап жүрсіз. Екінші жағдайда сіздің өкпеңізге ауа толыққанды баратта, соның арқасында дауысыңызда күш, салмақ пайда болып, дауысыңыз таза, анық, әрі қатты шығады. Сонымен, сәлем, менің есімім Мадина, мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің екінші сабағым. Егер сіз менің бірінші сабағымды көрмеген болсаңыз, дәл қазір барып көруге кеңес беремін. Өйткені бұл сабақтар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Каналыма тіркеліп, бірінші сабақты көріп, лайк басқан болсаңыз, біз ары қарай жалғастырамыз. Дұрыс тынысты қалыптастырып, бақылауға арналған 3 техника қабыл алыңыз. Бірінші техника. Қалыпты жағдайда тұрамыз. Танауымыздың оң жағын сұқ саусағымызбен басып, терең тыныс алып, одан кейін сол жағын басып, оң жақпен ауаны ақырын шығарамыз. Қанекей, кеттік. Енді керісінше. Осылай 5 мәрте жасаймыз, одан кейін күн сайын бір реттен қосып отырыңыз. Ал екінші техникамыз біздің өкпемізге ауаны қарқынды алуға көмектеседі. Ол үшін қолдарымыз көмекке келеді, ауаны мұрнымыз арқылы өкпеге қысқа әрі толыққанды аламыз. Және ауа алған кезде біздің алақандарымыз жұмылады. Ал ауаны мұрнымыз арқылы қысқа шығарған кезде алақанымыз ашылады. Ол бұлай. Осы жерде тұра тұрыңыз. Ескерту. Егер сіз осы жаттығуларды өміріңізде бірінші рет жасап тұрған болсаңыз, жаттығуды жасау кезінде сіздің басыңыз айналып, көзіңіз қарауытуы мүмкін. Бірақ одан еш қорықпаңыз. Оның себебі, бұған дейін сіздің өкпеңіз тек қана 20-30%-ға жұмыс жасап жүрді. Яғни ауаны тек қана өкпеңіздің жоғарғы жағымен алып жүрдіңіз. Ал мына жаттығулардың негізінде сіздің өкпеңіз толыққанды ауаға толып, өкпеңіз толыққанды жұмыс жасай бастады. Бұлайша айтқанда, сіздің өкпеңіз шоке. Ал енді ең соңғы үшінші техника. Ауаны мұрнымыз арқылы қысқа, бірақ толыққанды аламыз да, аузымыз арқылы ауаны үнемдеп, асықпай, үрлеп шығарамыз. Қанекей, менімен бірге қайталаймыз. Кеттік. Осымен екінші сабағымыз аяқталды. Ал үшінші сабақты жіберіп алмас үшін дәл қазір колокольчикті басып қойыңыз. Сөз соңында айтарым, достар, менің айтқандарымды, менің көрсеткен жаттығуларымды бірге бір немқұрайлы қарамай, күнделікті жауапкершілікпен жасап жүріңіз. Сонда сіз де еркін,
әдемі, әуезді сөйлейтін боласыз.